Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Сіздермен бірге мен биология пәнінің оқытушысы Әбітай Әлия Нұрланқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қартаю және қартаю теорияларының үдерістері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қартаю теорияларымен танысу және қартаюдың тарихына үңілу. Жалпы қартаю дегеніміз бұл табиғаттың құбылысы, онтогенез процесінің аяқталу кезеңі. Онтогенез дегеніміз ол адамның жеке дамуы. Қартаю бұл ғалымдарды ұзақ уақыт ойландырып келген табиғи биологиялық процесс болып табылады. Қартаюды ғылымда геронтология ғылымы зерттейді. Геронтология дегеніміздің өзі грек тілінен аударғанда герон, қартаю, қарт, шал кісі деген мағынаны білдіреді. Жалпы бұл геронтология ғылымы 20 ғасырдан бастап дамып келе жатқан, қазіргі кездегі ең белең алып келе жатқан салалардың бірі болып табылады. Қартаю 20 ғасырда әсіресе дамыған экономикалық мемлекеттерде белең алып келген мәселе болып табылады. Себебі осы кезде халық демографиясында әсіресе қарт кісілердің саны күрт артқан болатын. Жалпы геронтологияның міндеті қарт кісілердің санын зерттеуде емес, олардың ұзақ өмір сүруі мен қоғамда өздерінің орнын табуға көмектесу болып табылады. Жалпы қартаю процесінде ең алдымен жасушалық, ұлпалық және мүшелік өзгерістер болады. Қартаю кезіндегі жасушаларлық өзгерістерге келетін болсақ, ең алдымен ол нуклеин қышқылдарының өзгерісі, яғни ДНК-ның және РНК-ның қызметтерінің өзгерісі байқалады. Келесі кезекте жасушалардың органоидтарының өзгерісі. Олар рибосомалар, митохондриялар және лизосомалар. Оның құрылысы мен типтері өзгеріп, қартаю процесіне алып келіп соғады. Қартаю жастық өзгерістердің заңды құбылысы болып табылады. Қартаю құбылыстары ертеден басталады және ағзаның қызмет ету мүмкіншілігін бірте-бірте қысқартады. Ағза денесінде қартаю белгілері әртүрлі құрылым деңгейінде байқалады. Молекулалық, жасушалық, ұлпалық және ағзалық. Ағзалық деңгейде қартаю өзгерістері алдымен сыртқы белгілерден байқалады. Дене пішіні, отыру өзгереді, дене көлемі азаяды, шаштары ағарады, түседі, терінің созылғыштық қасиеті жойылып, әжімдер пайда болады. Ағзаның көру және есту қабілеті нашарлайды, есте сақтау қабілеті төмендейді. Қартаю кезеңінде адам ағзасының барлық мүшелері мен мүшелер жүйесінде айтарлықтай өзгерістер байқалады. Адам ағзасының қартаю туралы 300-ге жуық болжамдар бар. Ал ғылыми теориялар бірнешеу. Соның бірі Рубнердің қуаттық теориясы. Яғни адам өзінің қуат күші бірте-бірте төмендеген сайын, оның ішкі жасушалары және ұлпалары мен мүшелері де өзінің қуат қорын жоя бастайды деген тұжырым бар. Мечниковтың улану теориясына келетін болсақ, адам күнделікті тұтынатын өнімдердің құрамында керек емес заттар ағзаға түсіп, оны улайды және соның кесірінен ағза бірте-бірте қартаюға әкеп соғады деген тұжырым айтқан болатын. Академик Богомольцтың тұжырымдамасы бойынша қартаюдың басты себебі ол жүйке жүйесі, яғни жүйке жүйесінің шаршауы да қартаю процесіне әкеліп соғады екен. Адам өмірінің орташа ұзақтығы құбылмалы болып келеді. Ерте заманда адам өмірінің орташа ұзақтығы қазіргі кезегіден әлдеқайда қысқа болған. Мысалы, неандерталдықтардың қазба күйінде табылған қалдықтарын зерттегенде, олардың 40% 14 жас шамасында дүние салған, 15% 15-20 жас арасында, тек 15% ғана 40 жастан көбірек өмір сүргендігін көруге болады. Тас дәуірі адамдардың 50 жасқа дейін өмір сүргендігі жеке сирек кездескендігін аңғартады. Мыңдаған жылдар бойы адамдар қартаю жасына жетпей өлген болатын. Адамдардың орта жасы Европада 16 ғасырда 20 жас болса, 17 ғасырда 26 жас, ал 20 ғасырдың аяғында 60 пен 65 жас шамасында болған екен. Жалпы ұзақ жасау ол ұрпақтан ұрпаққа берілетін қасиет болып есептеледі екен. Қазіргі кезде ұзақ жасаушылар біздің әлемімізде сирек, әйтсе де көбінесе Жапония, Филиппин аралдары және Европа елдерінде ұзақ жасаушылардың саны көп екен. Қартаю бұл егде жастағы адамдарда емес, сонымен қатар жас сәбилерде де кездеседі екен. Бұндай симптомды медицинада прогерия ауруы деп атайды. Прогерия дегеніміз ерте қартаю, яғни 5-6 жас шамасындағы балалардың бет әлпеті 60-65 жас шамасына дейін көрсетіледі екен. Жер бетінде бұл аурумен ауыратын балалардың саны 80-нен асады.
ал өмір жас ұзақтығы тек қана 7 мен 27 жас аралығы болып есептелінеді. Ұзақ жасау үшін адам көптеген жұмыс жасау керек. Соның ең бірінші жүйке тыныштығы. Егер жүйке тыныш болса, адамның өмір жас ұзақтығы ұзақ болып есептелінеді екен. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі ол дұрыс тамақтану. Күнделікті біз 4-5 рет тамақ қабылдауымыз керек екен. Және ұйқының тыныш болуы және таза гигиена. Осылардың бәрі ұзақ өмір сүруге алып келеді екен. Үйге тапсырма: қартаю теорияларымен танысу және прогерия симптомын жан-жақты оқу. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.